Ассалаумағалейкум. Біз бүгін жеті шелпекті екі түрлі әдіспен илеп пісіретін боламыз. Бізде қазақ халқы көбінесе жеті шелпекті жұма күні пісіріп, Құран оқытылып, кісілерге тарататын болған. Бисмиллах деп 650 грамм шамасында ұнды аламыз, бір жұмыртқа және сәл ашыңқыраған немесе айран қатық 200 мл. Егер сәл қышқыл сүтті алып илейтін болсаңыздар, қантын көбірек қосқаныңыз жөн. Мен 2 ас қасық қант салдым, жарты шай қасық тұз және 3 ас қасық өсімдік майын құямында қамырымызды араластырып, кейін қолымызбен илейміз. Және де қамырларыңыз құрғақ болған жағдайда мұнда мен 2-3 қасық ас қасықтай шамамен жылы су құйып, одан басқа артық еш нәрсе қоспай, жақсылап тұрып иінін қандырып илеп алдым. Кейін салафан пакетке салып 30 минут қамырды демалдыруға қалдырамыз. 30 минуттан соң қамырымызды үлкенірек қылып созамыз және көз шамасымен пышақпен белгілеп отырып кесіп аламыз 7 бөлікке. Барлық қамырымызды кесіп алғаннан кейін оны домалақтап аламыз. Және салафан пакетпен бетін жауып қоямыз, немесе ас пленкасымен. Кейін күлшелерімізді домалақ етіп, барлығын бірдей етіп илеп жайып аламыз да. Барлығын бір илеп алғандарыңыз жөн. Ол май қызып пісіремін дегенше барлығы демалып, тағы да бір өз қалпына келіп алады қамыр. Міне барлық қамырды жайып, бетін жауып қойып отырамыз. Қамырымыз жайып болғаннан кейін барлық жетеуін біртіндеп қызып тұрған майға салып, алтын сары түс болғанша қызартып қуырып аламыз. Қуырылып дайын болған піскен күлшелерімізді салфетка төселген ыдысқа саламыз. Енді мен шелпектің екінші түрі жай ғана ыстықтау, қолымызбен ұстағанда суға қолымыз күйіп қалмайтындай суды аламыз. Және 2 қасықтай қант, тұз саламыз татуына қарай, және 750 граммдай шамасындағы плюс-минус ұн аламыз да, үстіне 2 ас қасық өсімдік майын құямыз. Кейін суымызды дайындап қойған араластырып, үстіне құямыз да қамырымызды илейміз. Кейін тағы да 150 мл жылы сүтті құйып, қамырымызды иінін қандырып, жақсылап тұрып илеп аламыз. Қамырымызды илеп дайын болғаннан кейін ас пленкасына немесе жай салафан пакетке салып 30 минутқа демалуға қалдырамыз. Немесе холодильникке салып қойсаңыздар болады. 30 минут өткен соң бұл қамырымызды шамамен көзімізбен 7 бөлікке бөлеміз. Барлық бөліп дайын тұрған күлшелерімізді, бұларды да әдемілеп барынша домалақ бірдей етіп, оқтауменен тез-тез жайып аламыз. Барлығын бірдей жайғандарыңыз жөн. Кейін үстін бір матамен бір-бірінің үстіне орналастырып жауып қойсаңыздар болады, кеуіп қатып қалмас үшін. Кейін қызып тұрған майға саламыз да, бұл күлшелерімізде алтын сары түсті болғанша екі жағында айналдырып, жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Бұл күлшені кей кісілер сарғыш түске боялмай жатып, ақшыл сары болған кезінде сразу айналдырып пісіріп жатады. Міне бұл күлшелерімізде дайын тұрғандарын үстіне, салфетканың үстіне қойып, бірінің үстіне бірін араларына салфеткаларымызды қойып отырып, артық майы сіңгенін
сіңгенше қалдырамыз. Міне дәл осылай барлық күлшелерімізді пісіріп аламыз. Дайын болған барлық арасындағы күлшелеріміздің май артық сіңгеннен кейін салфеткаларымызды аламыз. Және отбасымыздың барлық мүшесі жиналып, Құран оқимыз. Үйден қайтқан кісілерге Құран бағыштаймыз, дұға тілек тілейміз. Өзіміз бірінші ауыз тиіп қабыл болсын дейміз. Және кейін көрші қолаңға сыртқа шығып көшеде кетіп баратқан кісілердің қолына ұстатып жатады. Өзімнің туып өскен Қызылорда өлкесінде. Міне дәл осылай екі түрлі дұрыссыз пісірілетін күлшелерді сіздерге көрсеттім. Барлықтарыңызға ас болсын. Біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздің өлкеде жеті шелпекті немесе күлшені қалай пісіретінін комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.